Баршаңызға қайырлы күн. Үй жағдайында KFC дайындайтын боламыз. Енді KFC орталығынан артық болмаса кем деп айта алмаймын, өте дәмді, енді керемет болып шығады. Алдымен маринадын дайындаймыз. Суға тұз, тәтті паприка, ащы бұрыштан қасықтың ұшымен ғана, қара бұрыш. Бізде балалар жейтін болғандықтан қатты ащы қылған жоқпын. Егер ащы болған қаласаңыздар, қызыл бұрыштан көп те қосыңыздар. 2 ас қасық сояны құйып, жақсылап араластырамыз тұзы ерігенше. Маринад жақсы сіңу үшін тауықтың аяқтарын тұщы қылғышпен осылай тесіп шығамыз. Тауықтың аяқтары маринадта кем дегенде 2-3 сағат тұру қажет. Егер уақыттарыңыз болса, тоңазытқышқа бір түнге қоюға болады. Майдаланған 2-3 түйір чеснокты қосып араластырамыз. Кем дегенде 2-3 сағатқа маринадта қалдырамыз. Бір ыдысқа көптеу ұн дайындап қоямыз. Тауық аяқтарының суын сорғытпай осылай бірден судан шығарып, оның үстіне саламыз. Тауық аяқтарының бойына ұн барынша сіңгенше осылай араластырамыз. Дошылыққа артық ұндарын қағып саламыз. Маринадтаған суымызды төкпей, осылай үстіне тауық аяқтарын қайтадан саламыз. Егер сізде маринадтың суы аз болса, алдын ала тұз салып, су қосып араластырыңыз. 10 секундқа, содан кейін бататындай етіп, осылай саламыз. Қайтадан ұнның үстіне аударамыз. Өзінің бойына ұнды қанша сіңіргенше, ұнда ұнататын боламыз. Артық ұндарын қағып, қуыруға дайындаймыз. Тауық аяқтарын қуырам дегенше ылғалданып суы бөлінсе, ұнға бір аунатып артық ұнын қағып, содан кейін барып қуыруға саламыз. Міндетті түрде қызып тұрған майға салып қуырамыз. Бастапқы кезде 2-3 минут қатты отта қуырамыз. Одан кейін оттың астын орташа отқа қойып, ары қарай қуырамыз. Барлығы 11-12 минутта қуырылады. Тауықтың қанаттарын 8 минутта, ал аяқтарын 11-12 минутта пісіреміз. KFC-міз дайын болды. Ортасын қараңыздар, бөліп көрсетемін. Жақсы толық пісіп шыққан. Қасында тұрған наггетсінің рецептімен келесі видеода бөлісемін. Қараңыздар, іші деген шырынды, сырты қытырлап, өте дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет.